Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен бар болған екі картошкадан осындай дәмді әзірлейтін боламыз. Ол үшін картопымызды суға пісіріп аламыз. Және де осылай шанышқымен езіп шығамыз. Қара бұрышты саламыз, қызыл бұрышты саламыз, және де өзіміз қалаған приправамызды саламыз. Тұз саламыз, жақсылап араластырамыз. Міне араластырып болдық. Енді бұған 2 ас қасықпен ұн салатын боламыз. Ұнның орнына кукурузный крахмал салсаңыз да болады. Ол болмағаннан кейін мен ұнмен алмастырдым. Енді осындай болады. Бұны осылай бөлшектерге бөлеміз. Енді қолымызбен осындай форма жасаймыз. Және шанышқының көмегімен осындай узор жасап шығатын боламыз. Вилкамызды суға малып аламыз, сол уақытта картопымызға жабыспайтын болады. Енді осындай бөлшектерге бөлеміз, және де бұны жұмыртқаға орайтын боламыз қазір. Бұл бізде панировочный сухари, дәл видеодағыдай жасаймыз, және де қызып тұрған майға бауырсақ қуырған сияқты екі жағын бірдей қуырып алатын боламыз. Міне. Енді дәл видеодағыдай қуырамыз. Өте дәмді болып шығады, жасалу жолы өте оңай, бар болғаны картоп қана керек, сондықтан міндетті түрде істеп көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий жазып, біздің арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де достар, менің арнамда осындай тегін мастер-класстардың барлық рецепттері тегін тұр, сондықтан міндетті түрде тіркеліп алыңыздар, және де осындай видеоларды жіберіп алмас үшін колокольчик, яғни қоңыраушаны басып қойыңыздар.